Ал бұл видео басталмас бұрын достар, сендерге мен Адик деген арнаны ұсынамын. Достар, бұл жерде сендер Brawl Stars'тан көптеген қызықты видеолар көре аласыңдар. Мысалға қараңдар, міне Brawl Stars'тан қызықты видеолар шығады, және де шапка қою деген ютуберге арналған да әлемдегі жаңалықтар жайлы да, Қазақстандағы жаңалықтар жайлы көптеген түрлі жанрда қызықты видеолар шығарып тұрады. Дайте сондықтан тіркелеміз. Мінекей, мен 17-ші подписчик болып тіркелдім. Сіздерде подписаться деген кнопка тұрады қызыл болып, соны сұп-сұр вы подписаны қылып жіберейік. Давайте, ал біз видеомызға кеттік. Және де достар, мен сендерге Мистер Джако деген арнаны ұсынамын. Бұл жерден сендер Майнкрафттан да видео көре аласыңдар, Free Fire'дан да видео шығып тұрады. Достар, қараңдар, көптеген бұл да түрлі жанрда видеолар шығарып тұрады. Бұл қырғыз бауырымыз екен. Давайте қолдап, подписаться деген қызыл кнопканы басып, вы подписаны қылып, сұп-сұр қылып жіберейік. Давайте тіркелеміз, достар. Мен 39-ші подписчик болып тіркелдім. Сіздер де 40-ші подписчик болып тіркеліңіздер. Давайте, ал біз енді видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сендермен бірге мен Мейірбек. Достар, алдыңғы сериямен осы керемет үйді сатып алған болатын. Енді осының үшін толтырып шығу керек, жиһаздармен жаңағыдай әсемдеп, әрлеп дегендей. Енді біз звондап, жұмысшыларға айтамыз, ішін толтырып бер деп, толтырып береді. Достар, сондықтан сендер аямай лайктарыңды басыңдар, және де арнаға тіркеліңдер. Достар, арнаға тіркелеміз міндетті түрде. Бізде уже бір 65% адам жазылымсыз 5 подписка көреді екен. Достар, давайте тіркелейік. Арнаға тіркеліп, комментария қалдыруға ұмытпаңыздар, достар. Ал біз видеоға кеттік. Достар, біз осы видеоны бастағанда әрдайым кеш болып жатар екен. Жарайды, мен онда үйге кіріп ұйықтай салайын. Жарайды, осының бәрін толтырып шығу керек. Мен бәрін бөліп қойдым. Достар, осы кухня болады дегендей, мына жақта деген тағы бір бөлме болады, әйтеуір, шай ішетін бөлме болады, столдар тұратын, достар. Ал мына жақта деген бізде балконға шығатын болғандықтан, бұл жерді бір бөлме қыла саламыз. Жарайды, мен енді ұйықталмасам, кеш батып кетті, достар. Біздерді деген әр видеоны бастағанда кеш батып кетер екен. Жарайды, ашып кірейік. Так, міне мен өзімнің бөлмеме келдім. Осы бөлме ғана жасалған екен. Жарайды, ұйықтай қалайық. Осы ертең тұрып не істейміз, достар? Осы ертең тұрып жаңағыдай енді таң атты, яғни енді осы жерде, осы үйге. Тоқ. Кім бұл? Мен келдім, үйдің жиһазын не қылушы, жиһаз қойып беруші. Достар, мен айтпақшы, мен алдыңғы серияда шақырып қойғам оны, достар. Енді ол келді, енді. Так, енді барып есікті ашайық, тұрған шығар, бекерге күтпесін. Достар, біз есікті барып ашайық, тақылдатып қарап тұр әлі. Так, ашамыз. Ассалаумағалейкум. Осы біздің үйге жиһаздар керек болып жатыр еді. Жақсы келдіңіз. Так, сіз өзіңіз құрып кетесіз бе? Мен өзім құрып кетем, сондықтан сен смело көше айналып, смело жүре берсің бе? Маған мешайт ететін адам керек емес, мен өзім құрып қоям, сен барып келгенше бір жаққа. Тек үйден жоқ болуың керек, сен үйден кетуің керек. Мен осы үйіңді жасап қоям. Онда, жарайды енді. Жоқ болғанда ауылға барып келем мен енді. Достар, мен әр серия сайын ауылға барып тұрам. Әйтпесе деген болмайды біздің ауылды. Зомбилер басып кетпешін, Так, сіз бара беріңіз онда, мен өзім жөндеп қоям. Жарайды онда. Мен кеттім онда, сіз кіріп, смело жөндей беріңіз, барлық жиһаздарды қойып тастаңыз. 3 бөлмеге ғана, мен сізге 6 стак зумруд берем. Жарайды. Достар, мен 3 бөлмені ғана жөндетем бұған. Енді
6 стак зумрудтун берип 3 бөлмени гана жөндөтөм. Так, достар, неге мен 6 стак зумруд беруім керек екен 3 бөлмені 2 есе бағасына. Тоқта, үйге кірмей тұр, айналайын. Мен саған давайте 2 стак не берем, 2 бөлме жөндесең жөндетсің бе, 2 бөлмеге жиһаздарын қойып кет, мен саған мына 2 стак зумрудымды берем, жарай ма, болады ма? Жарайды, мен саған бір зачарование несімен алманымен беріп жіберейін 1 стак, және де сен 3 бөлме жөндейсің, бола ма? Жарайды, сен бара берсейші ауылыңа, бар, мен кеттім, жөндеймін бөлмені. Жарайды бопты, жөндеп қойғансың ба? Жарайды. Иә, достар, ол кіріп кетті енді. Үшін жөндеуге жиһаздарын қоюға кет барадыр, ал біз ауылға кеттік. Иә, достар, ауылға да келіп жеттік. Үйіме бір барып қайтайыншы, өзімнің ауылдағы үйіме. Енді біраз күн болды десе де болады. Алдыңғы серия, бірақ келдік, достар, осы ауылға келдік. Ал мына жақта осындай заттарым бар. Так, мен байлықтарым бәрін анеха апарып тастадым, достар. Осы жақта тығып қойса болады. Жақсы. Үйім зор болып тұр. Маған қатты ұнайды өзімнің ауылдағы үйім. Міне кеңіші, 1-ші этаж дегендей. Өте күшті жасаласаған үй. Мына қазірше енді қалқаным қажеті жоқ, осыған іліп кете салайын. Иә, міне. Так, керемет. Ауылға біраз жүріп қойдық. Міне кеште батып жатыр дегендей. Мына жерде не екен түсінбедім, достар, осы не екен түсінбедім. Жарайды, біз ертерек үйге қайтайық. Үйге қайтпасақ деген біздер де кеш батып кетеді. Мен алдын ала беріп кеттім анаған жұмысшыға, үйдегі үй жасайтын жиһаз әпкелуші жұмысшыға мен алдын ала ақшасын беріп кеттім. Ол алды және жұмысын жасап жатыр еді. Кірісіп кеткен еді жұмысын жасауға. Енді көрейік бар. Так. Мінекей, достар, біз де үйге жетіп қалдық, және де көрейік, асығып тұрмын ішін көруге деген. Уже меніңше дым дауысы, тоқта, дауыс естілмегенде деген. Ема, достар, қараңдар, не деген кухня жасап берген, әдемілеп тұрып. Мына жерге типа торт қойып, мына тарелкалар, ыдыс табақтарымен қойып, жиһаздарды керемет қылып кетті ғой, жақсы болды. Ема, қараңдаршы, достар. Так, мына жақта деген қандай екен? Оқты, достар, мына жақты өлтіріп жіберіпті. Дивандарын қараңдаршы. Ема, мына жерге отырып алып, қонақтармен сөйлесіп отыратын жер ғой мына жер деген. Ема, балконға қарап дегендей ше. Жарайды, мына бөлмені көріп жіберейік. Так, бұл бөлмеде деген, достар, телевизор бұл бөлмеде деген керемет. Маған қатты ұнап жатыр, достар, жақсы жұмысын атқарыпты. 2 стак зумруд берді. Так, мына жерге, достар, басқа жерше вид қосыпты мына жерге. Яғни мына жерге секіретін жер орнатып қойыпты, достар. Ема, күшті, мына жерде бүйтіп жылынып жатасын десең, күн шуақ жоқ, жарайды. Негізі осы үйде бассейнді сыртқа жасаса болады ғой деп қоям, бір ойым, жарайды. Үйде де тұрған дұрыс шығар. Ал біз 2-ші этажды көрейік. 1-ші этаждың полный бөлмесі жасалынған. Так, мына жақта балкон. Мына жерді жөндеу керек еді. Осы жер жөнделмей қалып. Так, бұл жақтарды жасамапты, достар, жасамапты. 2-ші этажды, так. 2-ші этажды полный жасамаған секілді, достар. Бұл жақта 2-ші этаждан 3 бөлме бар, достар. Со 3 бөлме жасалса болды. Жуынатын бөлме болса, тағы да бір шай ішетін бөлме дегендей. Мына жерге компьютерімді әкеп алам өзім дегендей. Мен бүгіндікке шаршадым, достар. Осымен видеоны аяқтайын. Лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. Міндетті түрде арнаға тіркелейік. Видео ұнаған болса лайк басамыз, достар. Осындай кереметті үйдің ішін жасап алдық, ал біз демалайық.